Маған наследник туып бермедің деп 3-4 қызымен ажырасып кеткен жігіттер бар екен. Сендер қуасыңдар ма? Сенің ұл туыңа тікелей әйелің жауап береді деп ойлайсың ба? Әрине жоқ. Вообще медицинада әйел вообще оған жауап бермейді. Қыз бола ма, ұл бола ма. Ол тікелей еркектің өзінің айтқан кезде күш қуатына байланысты да. А бізде қалай, біз әлсіз, бірақ признавать етпейміз ғой. Всегда крайне әйел, всегда крайне сен маған қыз туып бересің деп, өзің нәпсісін, короче, не істеп өтірік былай покрывать етіп, изменять етіп, сонымен, короче, не істейді да? Ұл туғызады. На самом деле олай емес. Бүкіл ұл ма қыз ба, оны әйел шешпейді. Оны шешетін еркектің айтқан кезде ұрығы. Сол себептен, если ұлды туғызғың келсе, сен мықты болу керексің. Спортпен айналыс, вредный привычкаң болмасын, қатын сияқты өсектей берме, еркек болып жауапкершілікті ал. Возможно, соответственно, сол кезде сенде болуы мүмкін ұл. А ұлды сен не үшін қалайсың? Егер сен өзің айтқан кезде өмірде ештеңе жетістікке жетпесең, бүкіл кредитіңді әйел төлейтін болса, бүкіл ипотеканы әйел төлейтін болса, сен сол мұра ретінде ипотека қалдырып кеткенге отыр ма? Олыңа түсінбедім. Поэтому включи мозги. Пол ребенка не зависит от женщины, зависит от тебя. Поэтому әйеліңді кінәлай бермей, өзіңмен жұмыс жаса. Дұрыс тамақтан, спортпен айналыс, вредный привычкалардың бәрін таста, сигарет, алкоголь, тағы басқа заттарды. Өзінің еркек ретінде болмысын ретінде жауапкершілік ал. Сол кезде сенде ұл пайда болуы мүмкін.